балақайлар, қандай сүйкімді, солай емес пе? Осы балақайларды әдемі етіп үйде бояп шығып, жарай ма? Келесі бетті ашып, бүгін біз и әрпін өтеміз. Яғни я әрпі, ол нун әрпіне ұқсайды, бірақ астыңғы жағында екі нүктесі бар. Мұқият назар аударыңыз. Я әрпінің жазылу үлгісі бір ілмекке ұқсайды, астыңғы жағында екі аяғы бар сияқты. Я әрпі ол фатхамен келгенде я, кәсрамен келгенде и. Иға и дыбысын қосамыз. Даммамен келгенде иу. Ал сукунмен келгенде и. Досым, я әрпі сөз